Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем, арнамызға жазылыңыздар да, денсаулықты бірге сақтайық. Қан қысымының жоғарылауы бүгінде жастың да, кәрінің де бас ауруына айналған кең таралған мәселе. Көп адам бұл ауруға тек дәрі арқылы ғана қарсы тұруға болады деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде, кейбір өмір салтын өзгерту арқылы және табиғи жолдармен қан қысымын тиімді түрде реттеуге болады. 1. Тұз мөлшерін азайтыңыз. Артық тұз қан қысымының негізгі жауы. Күніне 5 граммнан аспау керек, шай қасықтың ұшындай ғана. Дүкен тағамдары мен дайын өнімдерде жасырын тұз көп кездеседі. Сондықтан үйде дайындалған табиғи тағамды тұтынған жөн. 2. Артық салмақтан арылыңыз. Салмақ артқан сайын жүрекке түсетін жүк те көбейеді. Бұл тікелей қан қысымының жоғарылауына әсер етеді. 5. Оң салмақ тастаудың өзі қысымды төмендетеді. 3. Қимыл қозғалысты арттырыңыз. Жаяу жүру, жеңіл гимнастика, тыныс жаттығулары бәрі де қан айналымын жақсартады. Аптасына кемінде 150 минут белсенді қимыл жасау ұсынылады. 4. Стрессті азайтыңыз. Жүйке жүйесіне тұрақты қысым, қан қысымының көтерілуіне тікелей себеп. Медитация, тыныс алу жаттығулары, табиғатта серуендеу жүйкені тыныштандырып, жүрекке түсетін салмақты азайтады. 1. Тыныс алу әдісі, қысымды төмендетудің ең оңай жолы. Терең және баяу тыныс алу жүйке жүйесін тыныштандырып, тамырларды кеңейтеді. Күніне 2-3 рет 5 минут тыныс жаттығуын жасаңыз, мұрныңызбен терең дем алып, аузыңызбен баяу шығарыңыз. 2. Тұз мөлшерін азайту, жүрекке жасалған қамқорлық. Көп тұз ағзада сұйықтықты ұстап, қысымды көтереді. Күніне 5 граммнан артық тұз қолданбаңыз. Оның орнына лимон, шөп дәмдеуіштерін қолданыңыз. 3. Жаяу жүру, табиғи ем. Күнделікті 30 минут жаяу жүру жүрек пен қан тамырларын нығайтады. Жаттығу қан айналымын жақсартып, қысымды біртіндеп түсіреді. 4. Қара шоколад, тәттімен қысымды реттеу. Құрамында 70 какао бар қара шоколад флавоноидтарға бай. Олар тамырды кеңейтеді. Бірақ артық тұтынбау керек, 1-2 текше жеткілікті. 5. Көбірек су ішу, ағзаны жаңарту. Сусыздану қысымның көтерілуіне себеп. Күніне 1,5-2 литр таза су ішуді әдетке айналдырыңыз. 6. Ашуланбау, жүйкені сақтау қысыммен күресудің кілті. Стресс кезінде қан қысымы күрт көтеріледі. Йога, дұға, тыныс жаттығулары жүйкеңізді тыныштандыруға көмектеседі. 7. Ұйқы режимін дұрыстау, жүрекке демалу беріңіз. Кешкі 10-11-де ұйықтап, 7-8 сағат толық тынығу керек. Ұйқысыздық қан қысымын көтереді. 8. Лимон мен бал қоспасы. Таңертең ашқарынға 1 стақан жылы суға лимон шырыны мен 1 шай қасық бал қосып ішіңіз. Бұл қан айналымын жақсартады. 9. Сарымсақ, табиғи қысым реттегіш. Күніне 1-2 түйір шикі сарымсақ жеу, қан тамырларын кеңейтеді. Қаласаңыз, сарымсақ майын немесе капсуласын пайдаланыңыз. 10. Қара шай мен кофені шектеу. Кофеин қан қысымын уақытша көтереді. Егер қысымыңыз тұрақсыз болса, тәулігіне 1 кеседен асырмаңыз. 11. Омега-3 май қышқылдары бар тағамдар. Балық, лосось, скумбрия, жаңғақ, зығыр дәні жүрекке пайдалы. Қан қысымын біртіндеп реттейді. 12. Алма сірке суы, халық емінің бірі. 1 шай қасық алма сірке суын 1 стақан суға қосып ішіңіз. Тамырларды тазартады. 13. Денедегі артық салмақ қысымның жауы. Артық килограмм жүрекке күш түсіреді. 1 кг артық салмақ қысымды 1 мымсына бағанасына көтереді. 14. Күніне 10 минут медитация. Жайлы әуен қосып, 10 минут тыныш отырып, терең тыныс алыңыз. Миға демалыс, жүрекке жеңілдік сыйлайды. 15. Массаж, мойын мен иық аймағына әсер етіңіз. Мойын, жауырын маңайына жеңіл массаж жасау, қан айналымын жақсартып, қысымды түсіреді. 16. Қызылша шырыны, табиғи дәрі. 1 стақан қызылша шырыны қысымды бірнеше сағатқа төмендетуі мүмкін. Тұрақты қолдансаңыз, әсері ұзаққа созылады. 17. Қимыл қозғалысты көбейту.
Телефон қарап, теледидар көрудің орнына үй жинау, көгал суару, баспалдақпен көтерілу пайдалы әрекеттер. 18. Тәтті газдалған сусындарды шектеу. Қант пен жасанды қоспалар тамырларға зиян. Оның орнына компот, қымыз, айран ішіңіз. Қан қысымының жоғарылауы бүгінде жастың да, кәрінің де бас ауруына айналған кең таралған мәселе. Көп адам бұл ауруға тек дәрі арқылы ғана қарсы тұруға болады деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде, кейбір өмір салтын өзгерту арқылы және табиғи жолдармен қан қысымын тиімді түрде реттеуге болады. 1. Тұз мөлшерін азайтыңыз. Артық тұз қан қысымының негізгі жауы. Күніне 5 граммнан аспау керек, шай қасықтың ұшындай ғана. Дүкен тағамдар мен дайын өнімдерде жасырын тұз көп кездеседі. Сондықтан үйде дайындалған табиғи тағамды тұтынған жөн. 2. Артық салмақтан арылыңыз. Салмақ артқан сайын жүрекке түсетін жүк те көбейеді. Бұл тікелей қан қысымының жоғарылауына әсер етеді. 5. Оң салмақ тастаудың өзі қысымды төмендетеді. 3. Қимыл қозғалысты арттырыңыз. Жаяу жүру, жеңіл гимнастика, тыныс жаттығулары бәрі де қан айналымын жақсартады. Аптасына кемінде 150 минут белсенді қимыл жасау ұсынылады. 4. Стрессті азайтыңыз. Жүйке жүйесіне тұрақты қысым, қан қысымының көтерілуіне тікелей себеп. Медитация, тыныс алу жаттығулары, табиғатта серуендеу жүйкені тыныштандырып, жүрекке түсетін салмақты азайтады. 1. Тыныс алу әдісі, қысымды төмендетудің ең оңай жолы. Терең және баяу тыныс алу жүйке жүйесін тыныштандырып, тамырларды кеңейтеді. Күніне 2-3 рет 5 минут тыныс жаттығуын жасаңыз, мұрныңызбен терең дем алып, аузыңызбен баяу шығарыңыз. 2. Тұз мөлшерін азайту, жүрекке жасалған қамқорлық. Көп тұз ағзада сұйықтықты ұстап, қысымды көтереді. Күніне 5 граммнан артық тұз қолданбаңыз. Оның орнына лимон, шөп дәмдеуіштерін қолданыңыз. 3. Жаяу жүру, табиғи ем. Күнделікті 30 минут жаяу жүру, жүрек пен қан тамырларын нығайтады. Жаттығу қан айналымын жақсартады. Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем арнамызға жазылыңыздар да денсаулықты бірге сақтайық.